30 жылда жөнді мұнай өндіретін зауытқа жарымаған, арзан газ жанармаймен жұртын жарылқай алмаған Қазақстан билігі енді қай бетімен атом электр станциясын саламыз деп ауыз ашады. Бұл малдың монологы. Арнаға жазыл лайк бас, біз бастаймыз. Үлкен ауылында кеше үлкен шу болды. Балалары мен балқаштың болашағына алаңдаған тұрғындар протокол мен ың-шыңсыз өтуі тиіс жиынның быт-шытын шығарды. Бірақ неге екені шындықты шыңғырып айтқандардың үнін бірде-бір телеарнадан көрмедік, ресми бұқаралық ақпараттан оқымадық. Әлеуметтік желі аман болсын, боямасыз бұқпасыз бұқараның базынасы сонда жүктелуде. После атомных электростанций существенно увеличивается заболеваемость детей, лейкемией, смертность на 24%. Мы требуем референдум. Это общий вопрос. Совет одағы ыдырағанда жұрты жұтта қалғандай күй кешкен үлкеннің бүгінгі сыйқы осы. Қираған үйлер, бос көшелер, тақыр жер апаттан кейінгі алаңды еске түсіретіндей. 1980 жылдары мұнда су немесе гидроэлектр станциясын салу жоспарланды, бірақ сол жоспар күйінде құжатта қалды. 2007 жылы үкімет Балқаш жылу электр станциясын салу туралы шешім қабылдап, ол жұмыста жүйесін таппады. Ол менікі кінәлім емес. Қазақстан аумағында атом электр станциясын салу туралы соңғы ұсынысты 2019 жылы Тоқаев пен Кремльдегі кездесуде Ресей президенті Владимир Путин жасады. Содан бері жарғақ құлағы жастыққа тимеген біздің атқамінерлер көбелектей ұшып қона алмай жүр. Ресей салат деген сыбыс шыққанда шу бола жазда бір басылған қоғамды қайтсек, лақабайт етсек деп бастарын қасып жүргендей. Үлкендегі кешегі үлкен жиын халықтың тамырын басып көрудің әрекеті болған сынайлы. Үндемей жұтарма деген үміттерінің пачақ-пачағы шықты. Бетоннан тұрғызылған ЛРТ-ны салылмаған жемқор жүйе адамзатқа қауіпті атом электр станциясын салуға дәл қазір дайын ба? Көтер алмайтын шоқпарды көтеріп қайтеміз. Бұл малдың монологы. Арнаға жазыл, пікір қалдыр.